Ассалаумағалейкум. Маған комментарияға окантовка жасау, опасный бритваны пайдалану, сол туралы көп сұрағасын, мен бүгін сол туралы сабақ түсіремін. Кеттік. Так, енді опасный бритва туралы. Опасный бритваның ең ыңғайлысы міне мынандай болу керек. Ашып жабу оңай, лезвие ауыстыру оңай, және әрбір үйде осындай опасный бритва болу керек. Себебі ер адамдар түсінеді, шаш қидырғасын 2 күн, 3 күннен кейін окантовка өсіп кеткесін шаштың сәні кетеді. Ал оған тек окантовка жасап қойса болды. Және бұл бритваны бір рет алсаңыз болды, өмір бойына кетеді. Себебі сынбайды, бұзылмайды, ештеңе де болмайды, темірден жасалған. Сол опасный бритваны пайдалану оңай. Міне былай ұстаймыз и қыра береміз. Ол үшін алдын ала кішкене қол жаттықтыру үшін ішіне лезвие салмай, тек қана былай қозғасаңыздар болады. Сосын кішкене қолдарыңыз үйренгесін, лезвиені салып, жай ғана мына жерлеріңізді жаймен қырып қолдарыңызды үйретуге болады. Асықпай жаймен қолыңызды үйретіп алғасын, бритваны ұстап, жаймен біреулерге окантовка жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен окантовка жасап бастаған кезде мына жерден былай бастаған дұрыс. И оны бірінші қолымыз тіреп аламыз, и сосын жаймен қозғаймыз. Бір сызық линия болу керек. Сосын бізге мына жерден былай овальный қылып шығару керек болады. Ол үшін қолымызды қоямыз и циркуль сияқты жай қозғаймыз. Міне саусақты тіреміз и циркуль сияқты жаймен ашамыз арасын. Міне жаймен. Жаңағы видеода көргендеріңіз сияқты сақалы бар болса, дальше былайынан бір аламыз и саусақ төменге түсіріп, тағы циркуль сияқты сақалында овальный қылып шығарамыз. Сосын артын алатын кезде тағы да саусақты былай тіреміз да, тек қолымызды ашамыз міне былай. Саусақты тіреміз, ашамыз. Сосын құлақтың үстіне алатын кезде, құлақты жай ғана басамыз, и міне былай қыруға болады міне. Артын алғанда да дәл солай, тек саусақты тіреп қоямыз былай, и жай ғана қозғаймыз. Сосын сол жағын аламыз. Сол жағын алған кезде, қапталын былай овальный қылып шығару үшін, артымен аламыз, астымен. Былай бірінші бір қырып аламыз, и сосын жаймен қолымыз тіреп, былай овальный қылып ала береміз. Сосын сол жақтың мына жағын алу үшін құлақтың үстінен апарып, мына былай аламыз. Сосын артын алатын болсақ, міне былай. Обязательно саусақты бірінші тіреп аламыз, қойып аламыз, сосын жаймен қозғаймыз міне, саусақтың арасын ашып. Сосын астын аламыз. Астын алғанда тек қана саусақты бірінші былай тіреп аламыз, бір жерге қойып тіреп аламыз, и міне былай. Главное тегіс шығу керек. Сосын Цезарь болса, алдын тегіс дейміз. Олда да былай қолымызды қойып аламыз, және осылай. Сосын мынау тіке тұрмау керек. Міне былай жату керек лезвие, обязательно. Былай тұрса кесіп кетеді міне былай. Және ер адамдардың
сәнін келтіретін ол окантовка. Окантовка постоянно жасай жүрсеңіз, постоянно порядокте жүресіз. Видео ұнап жатса лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Бізде осындай бритвалар бар. Және бізде именно осы бритваға арналған тегін 5 сабағымыз бар. Сақалды қалай жасау керек, окантовканы, сақалдың окантовкасы қалай болады, үшбұрыш болғанда треугольник қылып қалай жасайды. Сондай барлық сабақтар бар. Егер сіз бізден, то есть бритва алсаңыз, біз сізге сабақтарды тегін береміз. Және бұл құрал кез келген ер адамда болу керек. Және бізден бритваны алсаңыздар, сабақтар тегін беріледі. Және бір алсаңыз сізге өмір бойына кетеді. Ешқашан бұзылып қалмайды, немесе басқа зат болмайды. Сіз тек 100 теңгеге лезвие аласыз, ауыстырасыз и постоянно окантовка жасап, порядочно жүресіз. Бүгінгі видео сонымен болды. Келесте қандай сабақтар керек, или не шаш туралы не білгіңіз келеді, укладка, тағы бірдеңе, сол туралы комментарияға жазыңыздар, мен сіздерге барынша тез түсіруге тырысамын.